Геннадий Головкин WBO тұжырымы бойынша рейтингте үздік 15-тен түсіп қалды. Ертеректе WBA мен WBC тұжырымдары да оны рейтингтерден уақытша шығарған болатын. Тамыз айында Головкин орта салмақта бірінші орында тұрған еді, ал қыркүйекте лидерлік канадалық боксшы Стивен Батлердің еншісіне өтті. Рейтингтен қазақстандықтың кезекті қарсыласы украиналық Сергей Деревянченко да шықты. Бұл жігіттер 5 қазан күні IBF және IBO вакантты чемпиондық белбеулер үшін қолғап түйістіреді. WBO-ның қыркүйектегі рейтингінде 4 қазақстандық бар. Қанат Ислам орта салмақта 8 сатта қала беруде. Ал Жәнібек Әлімханұлы осы дивизионда 15 саттан 13-ке көтерілді. Ал екінші орта салмақтағы Айдос Ербосынұлы 9 орыннан 8-ге секірді. Жартылай орта салмақтағы Жанқош Тұраров болса, өзі орналасқан 9 орында әлі де тұр. Ал дәл қазіргі сәтте WBO-ның орта салмақтағы чемпиондық белбеуі американдық Деметриус Андрадеге тиесілі. Ол өткен жылдың қазан айында бұл белбеуді жеңіп алған болатын. Бұған дейін Головкин WBC және WBA тұжырымдарында да топ 15-тің қатарынан шығып қалған еді. Естеріңізге салайық, бұл уақытша шара ғана. Боксшы басқа тұжырым бойынша чемпиондық белбеуге келісім бергенде, басқа ұйымдар оны уақытша тізімнен шығарады. Кездесу аяқталғанда олар қайтадан өз рейтингтегі орындарына жайғаспақ. Демек, алаңдайтын еш нәрсе жоқ. Ал бұл аралықта Геннадий Головкин мен Сергей Деревянченко арасындағы айқастың андеркартында жұдырықтасатын боксшылардың тізімі белгілі болды. 5 қазан күні Madison Square Garden аренасындағы кеште Генадан бөлек тағы бір қазақстандық бар. Ол Али Ахмедов. Али америкалық Эндрю Эрнандеспен жекпе-жек өткізеді делінген. Дегенмен, BoxRec сайты бұл кездесуді нақтыламай отыр. Кеңесте мақұлданбаған өзгерістер орын алуы мүмкін деген жазу тұр. Әйтсе де еш оқыс оқиға орын алмаса, Али тура осы феникстік 33 жасар былғары қолғап шебермен кездесетін шығар. Одан бөлек посткеңестік елдер өкілдерінен мұнда Беларусь Иван Баранчик бар. Ол Габриэль Барасеромен рингке көтерілмек. Сондай-ақ өзбектердің бетке ұстары Исраил Мадримов та тізімде. Ол Алехандро Барреромен бақ сынасып көрмек. Өкінішке орай бірде-бір қазақ мұнда болмайды. Америкада өріп жүрген қаны қазақ кәсіпқойлардың бірін кешіне тартпаған үшін Генаға аздап қынжылатынымыз бар. Есесіне Мейірім Нұрсұлтанов Канело Ковалев кездесуінің андеркартында жұдырықтасады. Әзірге оның кіммен шығатындығы белгісіз. BoxRec сайтының мәлімдеуінше Лас-Вегастағы MGM Grand өтетін кеш 2 қараша күні өтеді. Айта кетейік, Нұрсұлтанов пен Ковалевтің істерін Main Events промоутерлік компаниясы жүргізеді. Крашердің бұған дейін өткізген кездесуінде де Мейірім андеркартта шығып, ресейлік Артур Осиповты жеңген болатын. Айта кетейік, Қазақстан кәсіпқой боксшы Геннадий Головкин мен украиналық Сергей Деревянченконың жекпе-жегі 5 қазанда Нью-Йорктегі Madison Square Garden аренасында өтеді. Боксшылар IBF нұсқасы бойынша бос тұрған орта салмақтағы әлем чемпионы атағына таласатын бұған дейін хабарлаған едік. Көп өтпей аталмыш айқаста одан бөлек IBO вакантты титулы да сарапқа салынатыны мәлім болды. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Жанқош Тұраров МТК Глобалдың Golden Contract турниріне қашан қатысатыны белгілі болды. Бірінші орта салмақ дәрежесінде жұдырықтасатын Жанқош шаршы алаңға қашан оралатындығы белгілі. МТК Глобалдың Golden Contract турниріне қатысатын отандасымыз ширек финалдағы кездесуін қараша айының 22-сі күні өткізеді. Жанқош Лондон қаласындағы Йорк Холл спорт кешенінде өтетін бокс кешінде жұдырықтасады. Қарсыласы әзірге белгісіз. Айта кетейік, бұл салмақта турнирге О'Хара Дэвис, Аким Энис Браун, Тайрон Маккена, Энтони Игит, Мохаммед Мимун секілді боксшылар қатысады. Қазақстандық былғары қолғап шебері Қанат Исламның да жекпе-жек кешіндегі андеркартта өнер көрсететін боксшылар анықталды. 26 қазан күні Алматы қаласында өтетін кәсіпқой бокс кешінде Қанат Уолтер Каутондоквамен кездеседі. Жекпе-жекте Исламға тиесілі бірінші орта салмақтағы WBO Интерконтинентал чемпиондық атағы сарапқа салынады. Естеріңізге салайық, 2018 жылы Уолтер Каутондоква WBO-ның орта салмақтағы чемпионы Деметриус Андрадемен кездескен. Сондай-ақ бұл кеште қазақстандық боксшылар Арман Рысбек, Руслан Мырсатаев, Асқар Ерубек, Нұрсұлтан Аманжолов пен Бексұлтан Раушанов шаршаланға көтеріледі. Әлемдегі белді тұжырымдардың бірі саналатын ACA ұйымы Қазақстанда үлкен турнир өткізетін болады. Absolute Championship Ахмат тұжырымының президенті Алексей Яценко Қазақстанда үлкен турнир өткізуді жоспарлап жүргенін жеткізді. Бұл туралы тұжырым басшысы аса 99 турнирінің баспасөз мәслихатында айтты. Ол өз сөзінде, біз аса 102 турнирін Қазақстанда Алматы қаласында өткізуді жоспарлап отырмыз, деді Яценко. Әзірге бұл турнирде кімдердің жекпе-жекке шығатындығы белгісіз.
Айта кетейік, елімізде осы уақытқа дейін әлемдегі үздік тұжырымдардың бірі саналатын Fight Night Global, Titan FC және M1 Global сынды ұйымдардың қатысуымен жарыстар өткен болатын. Бейне материал ұнаған болса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтардан хабардар болып отырасыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.